Негізі әнші жігіттер жақсы болады ғой. Қош келдің. Иә, жалпы енді бұрынғы ара қатынас жайлы айтып кетесің ба? Негізі қызбен жүріп келдің. Бір вроде мына ғана отырмыз бәріміз. Сол, бұрында ара қатынас болды ма? Негізі шын айтсам қызбен жүрген емеспін. Ернар. Ой, рахмет. Ассалаумағалейкум, қош келдің бауырым. Қадамың өлі бір жағымды үн сияқты. Сонымен бала кезден қараймын деді ғой енді. Сон бала кезде қарайды деген қалай болып өткен деп. 16 жасымнан бастап жүрде басталды бұл осындай жоба. Иә. Сол кезден бастап. Сол кезде көрмей кеттім. Қош келдіңіз. Негізінде сұрақ қойайын деп едім. Саған өзінен жас көріппедің және де бола аласың ба? Негізі жас өткерлердің жасы осындай. 1 жас, 2 жас, 4 жас. Негізі көп түсінгенім ұзаққа шығармыз, жақсы дос бола алатын шығармыз, бірақ қызығушылықтарымыз деген сияқты. Сондай бір болып қалатын негізі. Қош келіпсіз. Менің жерлесім екен. Және мен оқыған колледждің түлек екен. Эстрада вокалды бөлімі. Жарты жыл оқыдым мен сен айтайын. Сұрайын деп едім. Енді менің көзқарасым бойынша білмеймін енді. Заринаға әлде қайда бір тұрақты, бір сансықты еш нәрсені көріп тұрған жоқпын. Бірақ енді келген жақсылық тілеймін. Иә, негізі осы жігітке ырза болдым. Әуене шығып айтқанына қарап енді ырза болдық деген нәрсе күшті отырдым да, бірақ та сәл көңілге түсіп қандай болды. Жігіт айтқан. Қобалжып отырмын. Шынымды айтайын, қобалжып анау біраз. Давайте аша. Дұқтансың қалмадың ба деген сұрақ болып тұр ғой. Көрмедің ба? Онда сенікі жақсы болып тұр көрмеген. Баусахан. Баусахан. Қош келдіңіз. Айдана астарлап сөйлеп кетті ғой. Негізі шындығында келген кезде ер адамның бір жұмыссыз болғаны бір кішкене ыңғайсыз екен да. Енді Заринаны білеміз ғой, қалай жұмыс жасайтынын, қандай еңбекқор қыз екенін. Үйді егерде үйде әйелде ақша көп азайып қалады да. Мен бір бұл таныстықтан бір Баусахан негізі Ақерке айтып отыр ғой. Ақерке шығар, бірақ енді мен ойлаймын енді қандай қарапайым жігіт, иман жүзді жігіт көрініп тұр. Мен көзқарасым жақсы қараған ғой. Мен қара енді өнер азаматы жерде қалмай. Мен бұл сөзді бекерден бекер айтқан жоқпын, өйткені мен қандай нәрсені армандайды, неге биікті, ер азаматтың да сондай бір мықты қасында бір ер азамат болса екен деген. Жоқ, онда ер азамат келді ғой Тәуіржан. Үйтіп қарайсыңдар, жаңа қазір жұмыс жоқ деген сияқты. Зарина, өзіңіздің білетін сұрағыңыз бар ма? Сол мен жаңа жобаны басынан бері көрейін деп қалған шығармын. Мә алдыңғы таныстықтарды көріп, ойындап қалама деп ойлағым ғой. Сөйтсем көрмеген екен, көрмегенде жақсы болыпты. Бұрында ара қатынаста мүлде болмаған сиясың да. Олар құр жүрмейді, мен білем ғой. Мен даже Зарина кешір саған жақсы емес пе? Сонда деймін да, мен ойлаймын ұлдары болған деген сияқты ғой енді. Қадам жасайтын болмаған деген сияқты. Қалай жай болған шығар енді арасын бірге сөйлесіп бір қатты танысып болған. Досыңыз емес қой, Жоқ, мен түсініп тұрмын. Мен тура сол жерде болғам, қалай қобалжығанын түсініп тұр. Бізде сәл жақынбыз сол кейін енді. Не айтып жатырмын ғой енді. Джонни да өзі 30 жасқа дейін отношение көрмеген. Бәлкім содан кейін Зарина таныстық жалғаса ма?